Инстаграмдағы алаяқ. Авторы Мейіргүл Оңғарова. 3-ші бөлім. Айман, егер мені аптасында сондай табысқа шығарсаңдар, өмір бойы риза болып өтер едім. Тіпті қалаған жұмыстарыңды істеп беремін. Алдарыңда қарыздар болар едім, деді сымбатты қобалжып. Әрине, ханым, еш уайымдамаңыз. Сіз сияқты келіншектер табысқа шығып жатыр, деді Айман. Курстың бағасы қанша, деп сұрады сымбат. Курстың бағасы негізі 400 мың теңге. Сізге арнап 90% жеңілдік жасап береміз. Сонда қанша болады? 40 мың теңге болады, деді Айман. Ой-бой, 40 мың деймісіз? 40 мың тұрмақ, каспиімде 40 теңге жоқ қазір, деп қысыла сөйледі сымбат. Егер төлейтін мүмкіндігіңіз болмаса, бізде бөліп төлеу қарастырылған. Тек түнгі 12-ге дейін бөліп төлей аласыз, деді Айман. Өткенде бір кредит алып, соны жаба алмай, қара тізімге еніп кетіп едім. Бөліп төлеу шығама екен маған. Негізі алғым келіп тұр, деді сымбат. Бұл соңғы мүмкіндік. Маржан ханым бұндай жеңілдікті бір жылда бір рет жасайды, деді Айман. Бір жылда бір рет. Жеңілдік. Аптасына 100 мың теңге табыс. Бұл сөздер сымбатқа ойлануға мұрша бермеді. Әйел көзді жұмып, ешкімге айтпай, ешкіммен ақылдаспай, әлгі адамдарға 40 мың теңгені аударып жіберді. Бөліп төлеуге рәсімдеді. Осылайша сымбат көзі тұманданып, қарызға қалай кіріп кеткенін байқамады. Өз қолымен істеді. Бар тілегі, аяқтан тұрсам, жағдайымды жасап, жан баласына тәуелді болмасам, дейді. Шыңғыс жұмыстан келгенде, күндіз қайын әпкесіне сөз қайтарғаны үшін сазайын алды. Жақтан шапалақпен тартып жібергенде, сымбаттың беті ду етті. Бірақ бұл жолы тілін тартпады. Өзі де жөн-жосықсыз келе бермесін, енді аяғын жинайды, деді әйел. Шыңғыс сасқалақтап қалды. Әншейінде қоян секілді қорқып, сүмірейіп тұратын әйелі бұл жолы өзгеше, бір түрлі көзі жанып, батылданып тұр. Шыңғыс үндемеді. Жаман да болса, менің әпкем ғой, үлкен деп сыйлай салсаң қайтеді, деді сосын. Осы кезге дейін сыйлап келдік. Тойдым қылығына. Мен де адаммын. Менің де көңіліме бір сәт қарасын, деді сымбат. Сымбаттың бар ойы әлгі курс. Телефонына қайта-қайта қарайды. Кешке қарай WhatsApp-тан чат ашып, сол чатқа сымбатты да қосыпты. Сабақ деп интернеттен ашылған сайтқа кілт сөз берді.